Менің есімім Оразғали Нұрғалиев Амангелдіұлы, баспасөз қызметінің кеңесшісі болып жұмыс істеймін. Жауапты, салмақты, тиянақты. Мені шабыттандыратын менің отбасым, әкем, анам. Қазақ әдебиетінің поэмаларын, Бақытсыз жамал, мәселен, әрбір қазақ оқитын Абай жолы. Одан кейін бір қазіргі жазушылардан да, мәселен, Қуаныш Шонбайдың «Екінші болма» деген кітабы. Мен өзім журналистика мамандығынан оқып тамамдадым. Алғашқы жұмысым осы облыстық телеарнада болды. Диктор, жүргізуші болып қызмет атқардым. Қоғам алдындағы менің пайдам, менің ойымша, бұл қоршаған ортаны таза ұстау, оның ішіндегі әрбір жануарлар, тіпті құстар, жәндіктердің өзіне жауапкершілікпен қарау, қатыгездік жасамау деген сияқты. Күш энергияда.